Абай облысында алапат орман өртінен орман шаруашылығының 3 қызметкері қайтыс болды. Тағы 11 адам іздестіріліп жатыр. Кеше түсте тұтанған тілсіз жау 34 мың гектар аумаққа жайылған. Тіпті елді мекендерге қауіп төндіріп, Успенка, Барышевка, Поднебесный ауылдарынан 200 отбасы қауіпсіз жерге көшірілген. Ондағы 3 үйдің түгі қалмай жанып кеткен. Пожар идет широким фронтом. Бізге қиындық тудырып жатқан өрт бір бағытта емес, бірнеше бағытта жайылып жатыр. Қазір біз 3 бағыт бойынша өрт сөндіру жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Қатты жел болған соң өртпен күресу де оңай емес. Қалың ағаш арасынан техника өте алмаған соң жұмыс істеу де қиын. Бізге көбірек Бір тәуліктен астам уақыт бойы өршіген өрт Семей орманы аумағына тиесілі орманды алқапта алып жатыр. Мамандар тілсіз жау күн күркіреп найзағайдың түсуінен болған дейді. Бородулиха аудандағы Успенка, Барышевка, Поднебесный ауылдарынан 400-ге жуық адам уақытша туған туыстарына паналауға жіберілді. Қазір қауіпті аймаққа құтқарушылар, орман шаруашылығы қызметкерлері, жергілікті әкімдік пен қорғаныс министрлігінің 600-ден артық қызметкері жұмылдырылды. 200-ге жуық техника мен 8 тікұшақ жұмыс істеп жатса да, отты ауыздықтау мүмкін болмай жатыр. Бір тәуліктен артық тынымсыз өртпен күресіп жатқан құтқарушылар да әбден шаршаған. Сол себепті Астана мен Алматы қалаларынан және басқа да облыстардан қосымша күш жұмылдырылатын болды. Алапат өрт облыс орталығына қарай беттеп бара жатқандықтан қосымша күш сол жаққа тартылуы тиіс. Қазір Семей қаласында да осыған байланысты төтенше жағдай режимі жарияланды. Ал мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильинге алапат өрт болып жатқан аумаққа дереу аттанып, тілсіз жаумен күресті өз бақылауына алуды тапсырды. Үкімет пен Абай облысының әкімдігіне қайтыс болған азаматтардың отбасыларына қажетті көмек көрсету керектігін мәлімдеді. И потом резко произошел рост. өрт о баста 3 гектар аумақты қамтыған, кейін бірден 100 гектар аймаққа тез арада жайылып кетті. Яғни сол жердегі жағдай басында дұрыс бағаланбауы мүмкін. Соның кесірінен уақытында қосымша күш жіберілу үлгермеді. Жағдай қауіпті екенін анықтағаннан кейін ғана көрші облыстардан техника мен ұшақтар жібердік.